Адам баласының сенімі нығайған сайын әрекеті де тәртіпке толықтай бағынады. Соның мысалы үнділік монах Прохлад Джани туралы сөз қозғайық. 1928 жылы дүниеге келген ол 8 жасынан бастап тамақтануды доғарып, қазіргі қалпы ешқандай әуреге түсірмейтіндігін айтады. Нақтырақ айтсақ, оның не тамақ, не су ішпегеніне 80 жылдай уақыт. Керемет диета деген пікірге қосыласыз бәлкім. Прохлад храмның үңгірін мекен етеді. Көпшілік оны Құдайға теңейді. Күн сайын көптеген табынушылар келетін көрінеді. Бірде бір азықты тамағынан өткізбегендіктен дәрет сындыру оған жат дүние. Қызықты факт, ең соңғы рет әжетханаға 1936 жылы 8 жасында жүгінген екен. Содан бері қажет етпейді. Тіпті бүйрегі аз ғана мөлшерде нәжіс бөледі, ал оны кейіпкеріміз сыртқа шығармайтында көрінеді. Мұндай жайттан көбіне адамдар бірнеше күннен соң қайтыс болып жатады, ал Прохлад дені сау әрі қуатты. Ғалымдар мұны діни қызметкердің өзіндік методикалары мен әдіс тәсілдері ұзақ өмір сүруіне септігін тигізіп жатқандығын алға тартады. жылы кейіпкерімізге 2 аптадай уақыт бақылау жұмыстары жүргізіледі. Тәулік бойы оны қадағалап тұратын бейне камералар мен бірнеше дәрігерлер жанында болған. Нәтижесінде қаншама жүргізілген зерттеу жұмыстары, қан айналымын тексеру секілді анықтамалардан соң Джанидан ешқандай ауру белгісі табылмаған. Дәрігерлер зерттеу қорытындысы бойынша биологиялық, физикалық факторлар бойынша Прохладтың денсаулығы қарапайым адамнан еш кем емес екендігін айтады. Ол тек дәрет сындырмайды және азық атаулыны қолданбайды. Өзінің бұл ерекше қабілетін ол былай түсіндіреді. Небәрі 8 жасында ол Амба Мата атты құдайды жолықтырады. Және оған енді ешқандай азық не судың қажет болмайтындығын жеткізеді. Ал қажеттілік жағынан ол үндемеді. Айтуынша Құдай аузынан үлкен тесік жасап, Амрита атты қоректі шөппен азықтандыратын көрінеді. Содан бері Прохладтың қарны ашпай, тазалықты серік етіп, тау үңгірінде Тәңіріне дұға жасаумен уақыт өткізеді. Айтпақшы, ол 45 жыл бойы ешкіммен сөйлеспеген. Әлемде талай қызық бар. Егер осындай күйде болсаңыз, сіздің қаражат жағын қаншама үнемдеуге мүмкіндігіңіз болар ма еді? Әрине әзіл. Дегенмен біздің ғаламда осындай да жандар бар.